Сексуалды бағыттағы қылмыстар кәмелет жасына толмағандардың денсаулығына, жыныстық бостандығына зиянын тигізіп қана қоймай, болашағына балта шабуы да ықтимал. Зорлық-зомбылықтың нәтижесінде балалар моральды және психофизикалық дамуда ауытқуларға ұрынуы, ең сорақысы қайғылы жағдайға душар болуы әбден мүмкін. Сәтпаев қаласының прокуратурасы ата-аналарды балаларға ерекше назар аударуға, олармен сенімді әңгімелер жүргізуге, қарым-қатынас шеңбері туралы білуге, балалардың әлеуметтік желілерде танысуына, кешкі уақытта көшеде немесе бейтаныс адамдармен болуына жол бермеуге шақырады. Қылмыстық кодекстің 122-ші бабына сәйкес 16 жасқа толмаған баламен бір немесе бірнеше рет жыныстық қатынаста болу 15 жылға дейін бас бостандықтан шектейді. Қылмыстық кодекстің 120-шы бабы бойынша кәмелет жасына толмағандарды зорлау фактісі 17 жылға дейін, жас баланы зорлау 20 жыл мен өмір бойына дейінгі аралықта бас бостандықтан шектемек. Қылмыстық кодекстің 121-ші бабы кәмелет жасына толмаған сексуалдық сипаттағы әрекеттер көрсету 17 жылға дейін, жас балаларға көрсету 20 жыл мен өмір бойына бас бостандығынан шектемек. Қылмыстық кодекстің 124-ші бабына сәйкес жас балаларды азғыру және бірнеше рет азғындықты қайталау 17 жылға дейін бас бостандықтан шектейді. Статистикалық мәліметтерге сәйкес көп жағдайларда зорлаушылар мен педофилдер өз құрбандарын интернет желісі арқылы табады. Үйдегі компьютерлерге және балаңыздың ұялы телефонына анонимдік таныстық сайттарына кіруді шектейтін арнайы бағдарлама орнатыңыздар. Балаңыздың интернет және ұялы телефон арқылы кіммен қарым-қатынас жасайтын үнемі қадағалаңыз. Балаңыз бос уақытын қалай өткізетінін бақылаңыз. Болған оқиғалар туралы балаңыз сізге жасырмай айта алатындай қарым-қатынас орнатыңыз. Басқа балалардың ата-аналарымен кеңесуге және ақпарат алмасуға ұялмаңыз. Ең бастысы, балаға деген сіздің махаббатыңыз бен көңіліңіз екенін есте сақтаңыз. Жас балалар мен кәмелет жасына толмағандардың назарына, бөтен адамдармен араласуға, оларды пәтерге кіргізуге, бейтаныс адамдармен лифт, дәліз сынды қараңғы жерге баруға, бөтен көлікке отыруға, танымайтын адамдардан сыйлық қабылдауға еріп кетуге, сабақтан кейін кеш батқан уақыттарда далада жүруге болмайды. Балалар өздеріне қатысты заңға қайшы әрекеттер жасалғандығын білмейді. Сексуалды зорлық әрекеттерді түсінбеуі мүмкін. Сексуалды зорлық әрекеттер көбінесе отбасында орын алып жатыр, яғни балалар толық сенетін адамдар тарапынан. Сонымен қатар, бала өзіне қатысты жасалып жүрген сексуалды әрекеттердің не екендігін түсінген жағдайда, мысалы теледидар, интернет желісі арқылы немесе біреу айтып берсе, ол ұялады. Біреуге ашылып айта алмайды. Қателесіп өзін кінәлі сезінуі мүмкін. Яғни баламен сенімді, жақсы қарым-қатынаста болған жағдайда ғана ол ашылып айтады. Басқа жағдайда жылдар бойы үндемеуі де мүмкін. Басты айта кететін жағдай ол сексуалдық зорлық-зомбылық отбасында орын алып жатыр деп айттық қой. Бұл ретте зорлаушы адам баланы қорқытып, бопсалап, оған болған жағдайды айтқызбайды. Өйткені оның іс-әрекетінің жария болған жағдайда оны заң алдында жауаптылыққа тартылғысы келмейді. Әрине, баламен ол барынша қорқытып, жасаған әрекетін жасыруға тырысады. Оны қалай байқауға болады? Баланың мінез-құлқы өзгереді. Балада агрессия пайда болады, немесе мінезі тұйықтанады, депрессияға шалдығады, сабағы төмендейді, үйге келгісі келмейді. Егерде бұрын көңілді, ашық, мейірімді болған баланың мінез-құлқы өзгеріп кетсе, оған ата-ана назар аударуы қажет. Қазақстанда 16 жасқа толмаған тұлғамен екі ара келісумен жыныстық қарым-қатынас жасау қылмыс болып танылады. Яғни екеуі қыз бен жігіт болып кездесіп жүрсе де, ол қатынаста нәресте дүниеге келіп балалы болса да, үйленуге шешім қабылдаса да, жігіті қылмыстық жазаға міндетті түрде тартылады. Яғни 16 жасқа толмаған тұлғамен жыныстық қарым-қатынас жасау салдарынан құрылған отбасы отағасының қылмыстық жазалануына әкеп соқтырады. Осыны балаларыңызға түсіндіріңіздер, өздеріңізді, балаларыңызды сақтаңыздар.
бүлдіршіндердің жынысына қол сұғу деректері міндетті түрде ішкі істер органдарына хабарлануы тиіс. Есте сақтаңыз, азғындықтың бұл түрін жасырып қалу арқылы қылмыскердің осындай немесе өзге де құқық бұзушылық фактілерін жасауына жол бересіз. Балалар біздің болашағымыз, біздің үмітіміз. Олардың ертеңі біздің ғана қолымызда.